Сәлеметсіздер ме менің құрметті оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге беттегі қара дақтардың неден пайда болатыны және қалай құтылу керек екендігін айтатын боламын. Арнамнан алыстамаңыздар. Бетте пайда болатын қара дақтар қазір әйелдермен қатар ер адамдарда жиі мазалайды. Ол безеу сияқты ыңғайсыздық тудырмаса да, келбетіңіздің көркіне кері әсер ететіні шындық. Қара дақтарды медицина тілінде комедондар деп атайды екен. Олардың пайда болуына бірден-бір әсер ететін фактор беттің майлылығы. Беттің майлы бездері шамадан тыс бөліну әсерінен пайда болады. Әсіресе ол беттің Т зонасында көбірек кездеседі. Яғни мұрын, маңдай мен иек тұста. Өйткені бұл бөліктер беттің ең майлы жерлері. Қара дақтардың пайда болуына майлықтан бөлек дұрыс күтім жасамау да себеп. Әр қыз баласы күніне 2 мезгіл бетке арнайы күтім жасау керек. Ұйқыға жатар алдында міндетті түрде бетті тазалау қара дақтан сақтап қана қоймай, денсаулықты да жақсартады. Одан бөлек қара дақтар дұрыс тамақтанбау және ішек құрылысының бұзылуынан да туындап жатады. Беттегі қара дақтардан тазарту 4 кезеңнен тұрады. Біріншісі ол бет терісін қорғаңыз. Ең алдымен майлы бет терісінің иелері өздерін күн сәулесінен қорғау керек. Міндетті түрде күннен қорғайтын крем пайдаланған жөн. Егер күні бойы күннің астында жүруге тура келсе, әр 3 сағат сайын бетіңізді тазалап, күнге қарсы кремді қайта жағып отырыңыз. Одан бөлек бетіңізге сәуле түсірмейтін бас киім киіп алыңыз. Екінші кезеңі ол апта сайын маска. Байқасаңыз майлы беттегі тесіктердің көлемі ұлғайып кетеді. Негізі ол тесіктердің ұсақ болып, сырт көзге білінбеген абзал. Ол үшін саз балшықтан жасалған маскаларды жиі қолданыңыз. Ондай маскалар қабынуды басып, беттің терілерін тарылтады. Үшінші кезең ол ұқыпты тазалық. Бетті уақытымен тазартып тұрған жөн. Өзіңіздің күн сайынғы күтіміңізден бөлек кемінде айына 1 рет косметолог маманға көрініңіз. Олар бетіңіздің терісін кәсіби тазартып бергеннен кейін келеңсіздіктер азаятын болады. Ал 4-ші кезең ол сапалы косметика. Бетті кез келген қоспамен жуып, кездескен бояуды қолдана беруге болмайды. Алдымен құрамына қарап, сізге кері әсер ететін элементтер жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Жалпы майлы беттерге құрамы жеңіл кремдер, маскалар пайдалану кеңес етіледі. Достар, бұл видео сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Егер сіздерге видео ұнаса, комментарияға пікір қалдырып, менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер.